Сәлем достар. Біз сіздерге тест тапсырмаларының түрлері тақырыбында ақпарат жинадық. Тест ағылшын сөзі, сынақ, байқау дегенді білдіреді. Ең алғаш тест тапсырмаларын ағылшын педагогы Филлер қолданған. Тест тапсырмаларының түрі өте көп. Біріншісі баламалы, альтернативті тапсырмалар. Мұндай тапсырмада «я» немесе «жоқ» жауаптарының тиістісін таңдайды. Келесі толықтыру, еске түсіру тапсырмалары. Бұл орайда қазақ тілінен орындалатын тест тапсырмалары пән мазмұны мен мақсатына сәйкес жасалады. Келесі түрі, сәйкестендіру тапсырмалары. Мұндай тапсырмада бағанның сол жағындағы сөздерді оң жағындағы сөздермен сәйкестендіреді. Және де дұрыс жауабын таңдау тапсырмалары. Бұл тапсырмада берілген сұраққа бір ғана дұрыс жауабы болады.